Жетісу облысында көктемгі дала жұмыстары толық аяқталды. Биыл өңірде ауыл шаруашылығы дақылдары 511.800 гектар алқапқа себіліп, егіс көлемі өткен жылмен салыстырғанда 1000 гектардан астам ұлғайды. Қазір шаруалар егісті күтіп баптау кезеңіне кіріскен. Талдықорған қаласына қарасты Еңбек ауылындағы шаруашылықтарда көктемгі жұмыстарды мерзімді аяқтаған. Диқандардың айтуынша жеңілдетілген жанар-жағар май мен тыңайтқыштың уақытылы берілуі науқанның табысты өтуіне мүмкіндік берген. 2026-тың егіс науқаны жылдан қарағанда кішкене жеңіл өтті. Мына елбасымыздың беріп жатқан мына көктемгі және дала жұмыстарына бөлінген қаражатты уақытылы түсіп, сол жақсы көмегін тигізуде. Жанармай жағы толық алдық, бізге берілген мөлшерін. Біздікі сол севооборот ретінде, ауыспалы егістікке байланысты осы кукурузды көбірек егеміз. Осы кукуруздан кейін соя, қызылша егеміз. Көктем жақсы. Биыл көктем өте сәтті көктем болды. Көксу ауданының шаруалары да мемлекеттік қолдаудың тиімділігін атап өтуде. Тұқым, тыңайтқыш және пестицид шығындарының бір бөлігі субсидияланып, арнайы техникаларды лизинг арқылы алу мүмкіндігі қарастырылған. Насыр шаруа қожалығы биыл 100 гектар жерге жүгері, қант қызылшасын сепкен. Өткен жылы лизингке 2 трактор алып, жұмысты едәуір жеңілдетіпті. Бүгінде шаруашылық 10 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Биыл посев өте жақсы. Біздің қан заводын, Коксуйский қан заводын тоқым берді, қызылшан тоқым вовремя, своевременно, тоқым очень жақсы. Можно сказать, 100% сход бар бізде, альхамдулиллах. Шаруаларға көктемгі науқанды сапалы өткізу үшін мемлекет тарапынан қажетті қолдау көрсетілді. Аграрлық несие корпорациясы арқылы диқандарға 9 миллиард теңгеден астам жеңілдетілген несие берілді. Сондай-ақ өңірге бөлінген 5000 тоннадан астам арзандатылған дизель отыны толық жеткізіліп, суармалы су да барлық аудандарға берілді. Бұдан бөлек шегіртке тектес зиянкестерге қарсы 59.000 гектардан астам жерге химиялық өңдеу жүргізілген. Мамандардың мәліметінше өңірдегі вегетациялық кезеңнің өтуі тұрақты бақылауда. Ендігі басты міндет егісті сапалы күтіп баптап, күзде мол өнім жинау. Нұржан Қазаболатов, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы.